бүйрек, жүрек, бауыр, іш майлары бар. Және оған пияз бен сарымсақты қосып, бәрін ет тартқыштан өткізіп аламын. Массамыз шамамен 10 килограмм болып тұр. Енді соның үстіне 2 шай кесе күріш қосамын, 5 жұмыртқа, кориандр, әркім өзінің талғамына қарай қосуға болады. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз. Бәрін жақсылап араластырып аламын. Осының үстінен 1 литр су. Әсіпті жіңішке қарынға салып бастаймын. Екі жақ шетін осылай мықтап байлап тастаймыз. Енді шекке саламын. Бұл жерде жылқының шегі. Міне моншағасы. Әсіптің бір партиясын пісіріп жатырмын. Тамаша болып, жарылмай осылай әдемі болып пісіп шықты. Дастарханға әдемілеп ұсыну үшін гриль табада қуырып аламын. Достар, сіздер де ертеңнен қалдырмай дәл осындай әсіп жасап көріңіздер. Ал енді қарт әсіпті көрейік.